Бүгін сабақта өсімдіктер мен жануарлардың айырмашылығын үйрендік. Бірақ бәрін көзбен көрсем ғой. Ой, сен кімсің? Сәлем Айдана, мен Тұқымбекпін. Кеттік, саған өсімдіктер мен жануарлардың құпиясын көрсетемін. Әрине. Жүр, алдымен менің дүниемді көресің. Міне, біз өсімдіктер. Бізге тіршілік ету үшін су, жарық, ауа, жылу қажет. Бірақ біз қозғалмаймыз. Тамырымыз арқылы қоректенеміз. Жарыққа қарай өсеміз. Ал сен қалай өсесің? Топыраққа түсіп, өніп, сабақ шығарамын. Сосын жапырақ, гүл, жеміс, бәрі пайда болады. Өсімдіктер тыныс алып өсет, бірақ жүрмейді, солай ма? Дұрыс айтасың. Вау, қандай жануарлар көп. Енді жануарларды таны. Олар да тіршілік етеді. Бірақ олардың айырмашылығы бар. Мысалы, жүреді, жүгіреді, ұшады, жүзеді. Олар қозғалады. Біз өсімдіктер қозғала алмаймыз. Ал қоректену ше? Жануарлар дайын тағамды жейді. Шөп, ет, жеміс. Ал біз өз тағамымызды өзіміз жасаймыз. Күн сәулесінен. Міне айырмашылығы осында. Өсімдіктер қозғалмайды, күннен қуат алады. Жануарлар қозғалады, дайын қорек жейді. Екеуінің де ортақ белгілері бар. Өседі, тыныс алады, тіршілік етеді. Өте дұрыс. Сен бүгін көп нәрсе үйрендің. Рахмет, Тұқымбек. Енді өсімдік пен жануардың айырмашылығын жақсы түсіндім. Әрқашан қуана көмектесемін. Табиғатты қорғауды ұмытпа.